Жаңа жылды жаңа парақтан бастаймын, өзіме, өміріме өзгеріс енгіземін деп ниет етіп жүрген адам көп. Бизнес ашамын, үйге ремонт, оқуға түсем. Шетелге саяхаттаймын, диета ұстаймын, тағысын тағы. Керемет, мақсатыңызға жетіңіз. Алайда ең басты пунктті қалдырып барасыз. Бұл сіздің жан дүниеңіздің саулығы, жаны саудың тәні сау. Сізге өмір сүруіңізге 100% энергия беріледі. Оның жан-жаққа жұмсайсыз. Сол күш, жігер өміріңіздің басты қозғалтқышы. Бірақ көпшілік өкпе реніштерін арқалап, жүк қылып жаңа жылға аяқ басты. Өкпе ренішке энергия кетеді. Қараңызшы, күнделікті тұрмыс тіршілік, жұмыс, бала-шаға барлығына дерлік энергия кетеді. Одан бөлек, сіз сол жағымсыз жанды ауыртатын сезімдерді сақтап отырасыз. Оған қаншама энергия кетеді. Жаңа жылды дұрыс бастаудың құпиясы. Енді қараңыз, басында айтылған арман мақсатқа да энергия керек. Олар өздігінен орындалмайды. Ішіңіздегі керек емес өкпе реніштен, қорқыныштан арылып, бұғауынан шығыңыз. Энергияны босатыңыз. Сол энергияны мақсатыңызға бағыттаңыз. Қыран құс желге қарсы ұшқанда биік самғайды дейді. Жаңа жылда үлкен өзгеріс қаласаңыз, айтылған құпияны міндетті түрде өміріңізге енгізіңіз. Өкпе реніш, қорқыныштан қалай арылам десеңіз, комментарийге плюс қалдырыңыз. Келесі видеода арнайы техникамен бөлісемін. Каналға тіркел. Қазақ тілді психологияны бірге дамытамыз.